Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін үй жағдайында өте жылдам әрі дәмді дайындалатын сірне дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттарды алдын ала дайындап алдым. Қазір кезегімен айтатын боламын. Етіміз бізде қойдың еті болу керек. Қойдың етін жақсылап алдын ала тұздаймыз. Және де 30 минутқа қалдырып қоямыз. Тұз етке сіңуі керек. Кейіннен жұқа етіп туралған құйрық майды асты қалың ыдысымызға төсеп шығамыз. Жаңағы тұзы сіңіп тұрған қойдың етін кастрюльге орналастырамыз. Және де қалауыңызша үстіне сарымсақ, қара бұрыш және де лавр жапырағын салатын боламыз. Жаңағы еттің үстіне жіңішке етіп туралған пиязымызды салып шығамыз. Пиязды салғаннан кейін картошканы саламыз. Картошканың үстін шамалы тұздаймыз. Себебі астындағы еттің тұзы біздің картошкаға жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан шамалы картошканы тұздағанымыз дұрыс. Оның үстіне жұқа етіп туралған сәбізді саламыз. Және де ең үстіне капустаның жапырақтарымен жауамыз. Осылайша ыдысымыздың қақпағын жауып, қатты қызып тұрған отта 15 минут қатты отта пісіреміз. Кейіннен 2 сағат бойынша өте ақырын отта ешқандай су құймадан пісіреміз. Біздің сірнеміздің суы өзінен бөлініп шығады. Өзінің суымен өте дәмді дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.